Бір, екі, үш. И біз байланыстамыз. Баршаңызға кеш жарық. Бұл подкаст деген стрим. Бұл стрим жүргізушісі мен Ильдар Құдайбергенов. Және бүгін бізде қонақта Шындық подкаст деген подкасттың жүргізушісі Әсем Ілесбай. Әсем, кеш жарық, қалайсың? Кеш жарық, қалайсыздар, жақсы. Окей, қош келдің біздің стримге. Әйтеуір алдында шығамыз деп. Бәрі дұрыс па? Денсаулығың бәрі аман есен ба? Шүкір аман есен, бәрі жақсы. Күшті. Қосылып жатқан кісілерге айтайық. Білмеймін қанша адам кіретінін, қазір мен барлық жақтарға таратайын, сілтемелерді. Осы жерге сұрақ қойып айта берсе болады. Жалпы қандай жаңалықтар бар сіздердің подкасттарыңызда? Жалпы біз жоспарлаған подкасттың бәрін біз жазып тастадық. Алда бір жоба болып жатыр. Құдай қаласа реализацияға түскен бойда бөлісетін боламын, қазіргі бөлісу әлі ерте. Тағы подкаст бола ма сонда? Мүмкін, бірақ формат өзгеруі мүмкін. Окей, түсінікті. Жалпы сендерде андай факт-чекинг туралы сондай сол бағытта болады, да? Бізде жалған ақпарат туралы қарапайым тілмен осы халыққа жеткізу. Біз тек журналистік орта емес. Бұл жерде біздің әпкелеріміз, ағаларымыз әртүрлі мамандарға түсінікті болатындай етіп жазуға тырыстық. Так, қазір мен Фейсбукқа сілтемен сала салайын. Кетті бәріне. Мен сені не үшін шақырдым? Мен неге әңгіме айтқым келді именно семен. Өйткені маған жалпы сендердің подкасттарың ұнады, мен тыңдадым. Барлығын тыңдамадым, бірақ 6-7 эпизодын точно тыңдадым. Ішінде қызық әңгімелер айтылды, WhatsApp'та таралатын сообщениялар туралы, фейктар туралы. Өте қызықты, пайдалы подкаст деп ойлаймын. Осы подкаст қалай жасалды, сол туралы айтып берші. Пожалуйста. Бұл подкаст Медианет халықаралық журналистика орталығы жүзеге асырды. Негізі бұл идея алдыңғы жылы идея болған осындай. Себебі мен өз басым маған ағылшын тілін оқып жүрген кезде подкасттар тыңдайтынмын. Сол кезде қызық болатын да, осындай болса ғой, офлайн жүктеп алуға болады. Негізі осындай ыңғайлы форматта ғой деген ой болып жүрді. Сөйтіп бұны біз басшылыққа ұсындық. Бұл жобаны, яғни барлық нені жазып, концепциясын бәрін құрып біз ұсынғаннан кейін жасап көрейік деп бастадық. Содан кейін енді бізде қазір фактчектің сайты бар, әртүрлі мысалы видео форматта да бар. Сайтта барлық материалдар жасалып жатыр. Телеграм, әлеуметтік желіде де жақсы жүргізіледі. Тағы да дополнительно не жасауға болады деген ой келді да. Содан кейін бұл негізі коронавирус басталмай тұрып ойда жүрген. Содан кейін коронавирус басталған кезде жақсы актуалды болды бұл жаңалықтар. Сосын жақсы неткет, прям взлетная идея. В тему кірді ма? В тему, Да, өте. Мен негізі ойлағым, сендер сол коронавирусқа сондай осы пандемияға қарсы сондай информация таралып жатқан соң жасалды ма деп. Алда бұл біз одан бұрын біз жасап жүргенбіз барлық контент планын толықтырып, бәрімен келісіп, соған түсіп қалды. Біз бастаған кезде негізі офлайн жүргізу керек еді. Содан кейін онлайн форматқа өтіп, кейбір эпизодтар тыңдап көрсеңіз, сапалары бәрінкі ондай күшті емес, себебі біреулер WhatsApp-тан алынған, біреулер телефонмен жазылған. Сондықтан да оны біз алдын ала тыңдармандарға айтатынбыз, осындай жағдайға байланысты барынша шығаруға тырыстық деп. Осындай бір жоқ қиындық деп айтпаймын, осындай нюанстар болды. Ондай болды, бізде де. Менде барлық записьтерім офлайн болатын, сосын пандемия басталған соң бәрі сразу онлайнға ауысты. Zencaster арқылы. Мен қазір әлде сол форматта қалып қалдым, негізі өте ыңғайлы жол екен. Сол үшін қазір, в принципе, барып, студия жалдап, ондай заттар керек емес екен. Отырып та былай жасай беруге болады екен, қазір. Бірақ офлайн интервьюдің өзінің бір ерекшелігі бар ғой. Бір микрофон құдірет маңандай. Екі интервьюермен бірге жазған кезде бір ерекше бір сезімде боласың. Жалпы атмосферасын айт, онлайн қарағанда. Онлайн ғой ол.
Қатты былай сезінбейсің да. Ну, әрқалай, иә, кейде әрине офлайн өткен кезде өзіңнің сенімен сөйлесіп отқан адаммен байланыс орнату оңай сияқты әлдеқайда. Поэтому сондай. Иә. Мынандай ғой, сен подкаст жасауды қай жерде қалай үйрендің? Или үйретті ма саған біреулер? Жоқ, маған ешкім үйреткен жоқ. Негізі шынымен де ешкім үйреткен жоқ. Бізде енді командада мен жалғыз емеспін ғой, мен әріптестерім бар. Иә, бізде Сұңғат бар. Иә, бізде мен жалғыз істемеймін. Мен қазақша подкаст жүргізсем, орысша подкаст жүргізетін Мөлдір Өтегенова деген қыз бар. Ол орысша жүргізеді, және барлық подкасттарды монтаж жасап, анимациямен, жалпы визуал форматқа жауап беретін Сұңғат деген жігіт бар. Жақсы, өзі кішкентай, бірақ қолынан көп нәрсе келеді. Сол үшеуміз супер пауэр команда болып жұмыс жасадық. Түсінікті. Сол командада, получается, 3 адам жасадыңдар, да? Иә, біз 3 адамбыз. Вообще, жалпы дайындық қалай болады сендерде? Сонда әр записке қалай дайындаласыңдар? Вот идея, вот ендігі аптаның, мысалы, или ona кейінгі аптаның эпизодын шығару керек. Сол кезде қалай басталады жалпы жұмыс сендерде? Бізде негізі дайындық бір ай бұрын болады. Мысалы, аптасына бізде 4 подкасттан қазақша, 4 подкасттан орысша шықты. Біз освещать етіп нетіп отырдық, біз өзіміздің жоспарымыз бойынша. Бізде редактор бар, Фактчек.kz қазақ тілді редактор бар, Смақов Думан. Біз сол кісіге темаларды жіберетінбіз, жалпы жоспарды жіберетінбіз, мына былай жасаса қалай болады деп. Сосын одан бөлек фактчекерлердің өзі бар, олармен де ақылдасатынбыз бәріміз. Сөйтіп ақылдаса келе, мынау теманы мынаны алсақ болады, мынау кісіден алсақ болады деп. Содан кейін ары қарай уже организационный моменті болады, яғни келісі барлық сұхбаттасушылармен сондай жұмыс жасалады. Одан кейін маңызды жұмыстардың бірі сұрақ дайындау. Біз сұрақтарды өзіңіз білесіз, сол сұрақтар қатты банальный болмау керек, және де көп ұзақ та болмау керек. Негізі біз шындық подкасттың өзінің форматы қысқа нұсқа. Осыны редакторға басынан мен ұсынып келдім. Ондай ұзақ подкастты мен өзім тыңдамаймын, шынымды айтсам. 20 минут, біздің психологиямыз 20 минут ақпаратты, аудио ақпаратты қабылдайды. 20 минуттан кейін біз қабылдағымыз келмейді, қанша қызық болса да. Сондықтан осы нені біз ұстанып жүрдік. Және сұрақтарды 7 сұрақ көлемде дайындайтынбыз. 2 сұрақ ол запасный сұрақ болатын, 5 сұрақ актуалды, қысқа нұсқа және андай в тему болу керек та. Сол нені дайындап, редактор тексеріп, утверждениесін алып, біз ары қарай эпизод жүргізетін едік. Жалпы ондай нәрсеге былай қарасаңыз, былай мелочь сияқты да. Осыны жазасың, осыны битесің деп ойлайсың да. Дегенмен контенттің сапалы болуына осындай майда заттар қатты маңызды рөл атқарады. Егер де редакторларыңыз болса, вообще ол тіптен керемет, себебі сіздер көмек сұрай аласыздар, қателіктеріңіз дұрыстай алады. Мысалы, бізде бастапқы подкасттарда өте көп қате болды. Тыңдап көрсеңіз, шынымен де ішінде біраз сондай факаптар болды да. Оның грамматика жағынан, жалпы сұрақ қойылу жағынан, соның бәрін ескере отырып, жақсырақ сапалы түрде жасауға тырыстық қой. Сондықтан да наставник болған өте маңызды. Менде наставник болған жоқ. Біз командамен жұмыс істегеннен кейін әйтеуір өзіміз алып кетуге тырыстық. Бізде орысшаны Мөлдір өзі жасайтын, өзі бәрін тыңдыратын, өзі келісетін. Қазақшаны мен бөлек өзім жасайтын, ал Сұңғат болса, осы қазіргі соңғы трендте жүрген motion видеоларды соның бәрін өзі реттейтін. Және байқасаңыздар, бізде тіпті логотипке дейін біз ерекше назар аудардық. Логотиптің өзін, атының өзін, барлығын біз бұл әшейін жай ғана бір Canva'дан немесе Pinterest'тен алып қойылған бір не емес, дайын шаблон емес. Бұны арнайы Қанат Дәрмен деген дизайнер жасады бізге логотипті. Бұл негізі подкасттың іске қосылуына бір ай бұрын біз осындай дүниелермен айналыстық. Как бы ішкі кухнямызда болып жатқан нәрсе ғой. Ары қарай біз уже дайын немен бірге уже шығара бастадық. Эфирге шығара бастадық. Алдын ала бәрін дайындап, жоспарлап, бәрін жасап. Жалпы логотиптеріңді бірінші рет көрген кезде мен Q деген әріпті
үшінші рет қарағанда ма барып оқыдым да, мен ойладым шынды подкаст деп та. И потом ойладым, может бұл жынды подкаст, типа прям жынды подкаст деген сияқты. Потом оказывается қарасам, оказывается шындық екен. Сосын барып, вот шындық подкаст, шындық, окей, хорошо деп не істеді. Я әрине не істеген, логотипті салдырып өйтіп бәрін жасаған бәрі дұрыс. Сендер өстіп жоспарлағанда подкастты маркетинг жағын ойластырдыңдар ма? Қалай жасадыңдар? Біз Или особо ондай не жасауға тырыстық? Жоқ, болды. Вирусный жасауға тырыстық. Мысалы, анонста андай бір сөздер болады ғой өзі. Цепляющий. Иә, цепляющий сөздерді қосуға тырыстық, бірақ айналып келе редактормен келіскен кезде бұл біз Нұркизет емеспіз, немесе басқа бір сондай желтой пресса емеспіз, біз білдей халықаралық журналистика орталығын көріскеннен кейін ондай затпен айналыспайық деп айтты да. Бірақ тырыстық. Дұрыс. Енді бірінші пилотный болғаннан кейін шын керек, ол жағынан қатты неткен жоқпыз. Мынаны былай жасау керек, былай емес, қолымыздан келгенше жасадық енді барынша. Не сұрап, мысалы бізге кім Айнелді танитын шығарсыз, Айнел жақсы кеңестер беретін, былай жасап көріңдер деп кеңес сұрайтынбыз. Сол кісі жақсы нететін, жақсы араласатын. Да, көмектесіп кеңестер беріп тұрды. Иә, кеңестер беріп, бөлісіп отырды әрқашанда жаңа шыққан эпизодтармен. Фейсбукта да көріп отырсам бізді тіктеп жүреді, сондай риза болатынбыз сол кісіге. Окей, хорошо. Демек, күшті. Егер осы подкастты тыңдаған, немесе болашақта қазақша, немесе кез келген подкаст тыңдайтын адамдар осы стримді көріп тыңдайтын болсаңыздар, жалпы подкастерлерге өте қатты ұнайды, когда оларды сториске қосып, Фейсбукте ойын бөлісіп, ол міндетті түрде бір мақтап, сондай жақтау емес. Жалпы мен тыңдадым, мен ішіндеген естідім, келісем, келіспеймін деген жалпы бір фидбэк болса, бір қатты не істейді, жаңағыдай бір ынталандырады, ары қарай жақсы жасап, күшті өсуге қатты ынталандырады. И ондай фидбэкті алу қиын бір жағынан. Енді бір мықты бір жаңағы бір 50 мың, 100 мың подписчигің бар инфлюенсер болсаң, фидбэк келеді. Ал біз сияқтыдан 500, 1000 подписчигі бар адамдардан фидбэк алу қиын бір жағынан. Просто смертно. Иә, былай айтқанда, жалпы мынандай ғой, осы жоба басталды, аяқталды, сенің көңіліңнен шыға ма жалпы осы подкаст толығымен? Жоқ. Жақсылап? Иә, әлде өзгертетін, әлде жұмыс істейтін нәрселер өте көп. Менің ойымдағы дүниенің бір 75-80% болған шығар. Өзім риза болып нететіндей. Бірақ мен әріптестердің жұмысына ешқандай нем жоқ, өкпем жоқ. Олар болмаса бұндай подкаст болмайтын еді, шыны керек. Мен өзімнің жұмысыма, өзім толықтай ешқашан ондай болмайтын деп, мен бүгін риза болдым өзіме, мен деген күштілеп жасадым, 100% ойдағыдай өтті деп ешқашан менде болмайды. Сондықтан да әлі де өзгертетін дүниелер көп, шыны керек. Күшті. Байқасаң, мына стрим бір интервьюға ұқсап баратыр да, мен саған сұрақ қойым, сіз тыңдап тұрмын, деп сіздің тағы сұрақ қойым. Жалпы бұл стрим мынандай ғой, әр сенбі сайын негізі 6-да деп белгіленген, бірақ кейде 6-да басталады, кейде 2-де басталады. Кішкене сөйтіп уақытта әлі ұшып жүр, иә. И бұл жер, бұл әңгіме. Подкастерлер, мысалы қазір тағы бір подкастерлер маған жекеге шығып қосыламын десе, стримге қосуға болады. Алғы шарт әрине сіздің подкастыңыз болса қазақ тілінде, иә. И әр сенбі сайын өстіп жиналып, кімде қандай жаңалықтар болды, несімен бөлісе алады деген сияқты. Сол үшін мен жаңағы сенде қандай жаңалықтар бар, не болып жатыр деп сұрағам. Мен бұл әңгіменің бәрін алып келе жатқаным. Мен осы өткен аптада, осы қанша 2 ай болды ма, жыр қылып айтып келе жатқан өзімнің курсымды бастадым әйтеуір. Бастадық, и ол қазір podcaster.kz деген сайттан көріп өтуге болады. Вот сондай күшті жаңалық бар. И бұйырса ол курс, ол рахмет. И бұл курс ашық болып, ашық и тегін түрінде қала береді. Сондай ой келді, что подкаст жасағым келеді, мен осыған қызығам деген адамдар
барып ұрынып там ағылшын тілде бірдеңке бір ақпараттарды іздемей барлық ақпаратты подкаст жасау туралы ақпаратты осы бір жерден таба алса деген сондай ой келді. И осы өткен қанша 2-3 күнде 15 адам жазылды. Иә, 15 адам. И оның алдында өтініш тапсырған 100 адамның 15 адамы жетті пока, да. Оларға мен ойлаймын, мүмкін мен рассылка жасағам, жаздым, мүмкін спамдарына түсіп кетті ме деп, мен жақын арада қайталаймын сол хатты. И как бы, күшті, екі адам бірінші тапсырманы орындап жіберді. Маған ол жерде мынандай ғой, тек қана былай тыңдап өте салатын емес та, ол жерде адамдар кәдімгі тыңдап тест тапсырып, сосын еще тапсырманы тапсыру керек, чтобы ендігі тарауларға өту үшін, да. И соның бірінші тарауын бітіріп, тестін тапсырып, тапсырмасын жіберген 2 адам жіберді. И ол кісілердің подкасттары, знаешь, біздің күнде тыңдап үйреніп қалған әңгіме, мынандай біздің стрим сияқты подкаст емес та. Типа, бір подкаст прям ұнады маған қатты. Борат 2 фильмін қазақтың бір күйімен салыстырам деген бір подкаст бар, типа, тақырыптарының бірі сондай. Әжеммен болған әңгіменің анализін жасаймын деген бір қарындастың бір сондай подкаст келді тоже. Прям, ана подкасттар действительно шығатын болса, күтетіндей ақ жақсы подкасттар. Так что, достар, әңгіме сондай. Курс бар, курсты жасадым. Мен прям біле 2 ай уақытын кетірдім соған. И 2 айда білмеймін, жақсы болып шыққан сияқты деймін. Қазір 5 секунд күте тұршы, иә? Мен ноутбугымды зарядкаға қойды, ұмытып кеттім, сол үшін қазір маған сигнал беріп жатыр, тоқ бітіп жатыр деп. Вот, жалпы сондай. Вот, ақпарат осындай. Егер Медианет ақпараттық түрде қолдаймыз, осы курс туралы ақпарат таратамыз, там типа бір қолдау көрсетіп жатса, басшылығын айтып көрсең болады. Мен әрдайым ондай байланыс орнатуға там да ашықпын. Я әзірше прям қатты ақпарат таратып жатқан жоқпын, өзім фейсбуктарыма жазып қойдым, что мен курс бастадым деп. Вот, жалпы сондай зат бар. И өзіңде өтіп көрем десең, там типа жеке өзің подкастын бастайын деп жатсаң, тоже есік ашық. Вот сондай күшті зат бар. Ондай ойлар, жоспарлар бар, бірақ менде мынандай бір енді қорқыныш емес, мынандай бір ой келді да, мен мысалы бір подкаст жүргізіп, басқа подкасттың атынан шығатын болса, ол қалай болады екен, ол тыңдармандарға қалай болады екен деп сондай бір не туындатты. Сізде ондай не болған жоқ па? Қандай ой түсінбедім, қандай ой? Мысалы, шындықтан кейін басқа подкаст жүргізетін болса, шындықтың бұл как мен несімін ғой, даусымын ғой, енді фейс емес. Окей. Басқа неде қалай, басқа подкаст жүргізген кезде қалай болады екен? Мысалы, телеарнада сондай ғой, бір жобамен өтсең, басқа сен рекламаға да түспейсің, басқа телесериалдарға да аламайсың, өзіңді бір звезда сияқты. Окей. Меніңше, мен өзім жеке қазір айтам 4 или 5, мынаны подкаст деп санайтын болсақ, 5, иә. И оның бәрі дауыс, и ол жерде мен әр қырымнан танылам. Мына жерде мен подкастер ретінде танылам. Ана как учиться да мен как учиться деген сұрақты зерттейтін адам ретінде орыс тілінде жүргізем. Оның өзім жеке блогым бар. Ол жерде мен өзім жеке блогым, ол жерде мен туралы и как бы басқа ақпарат болмайды. Сондай зат бұл жерде мен ойламаймын, что сен бір затқа бар. Егер сен бір келісім шартқа қол қоймасаң, мен тек қана шындықпен ғана жұмыс істеймін, менің басым даусым басқа жерде шықпайды десең, деп қол қоймасаң, ешқандай проблема болмайды деп ойлаймын. Так что бір өзіңнің ойыңдағы заттар болса, ол жағынан ешқандай шектеу жоқ сияқты меніңше. Бұл жерде мынандай ғой, курс барысында мен бір сұмдық қателік жіберіппін. Өзім жеке жұмысымда да жаңа айттым, курс, ойбай, курс жасау керек деп, өзім жасағым келді жалпыша бір миссия сияқты қабылдадым да оны. И сосын бүкіл уақытым, назарым, бәрі соған кетіп қалыпты да. Ал мен жүргізіп жүрген подкасттар 2-ші орынға тұрып қалыпты. И мен соңғы аудиоблогта айттым, что оказывается, менің жұмысым ол подкаст жасау, ол подкаст жасауды үйрету емес, подкаст жасау.
екені есіме түсіп, жаңағы курсты шығарған соң барып сондай ой келіп, и как бы, так что подкаст жасау алдыда тұру керек деген ой ғой. Қандай жұмыспен айналысып қалсаң да, ар жағында егер сен подкастингте дамығың келсе, дамитын болсаң, как бы сол жағын ұмытпау керек сияқты. Вот. Жалпы негізі осы бастамаңыз өте жақсы. Мен алдында да бұл сайтты көргем негізі. Жаңылып тұрған ол кезде. Мен осы кіріп көрген сияқтымын, себебі бір қазақша курс болды да бұл. Орысша тағы да подкаст жасау курсы бар осы, бірақ бұл платный ау деймін, қателесуім мүмкінмін. Бұл бір келе жатқан әңгіме түсініксіз, потому что бұл жерде адамдардың арасында құндылықты түрде қарама-қайшылық туып жатыр да. Мен ол кісілердің ойында басқа, мен ол кісілерді жамандамаймын, ештеңе айтпаймын, бірақ мен өзім туралы айтып өтейін, то что менің ойым мынандай. Негізгі білім, типа основы деген білім, ол тегін берілу керек та. Ал егер осындай біз сияқты бетпе-бет үйрететін болса, там мастер-класс прям да қатыстырып, там ол ақылы бола берсін деймін да мен. Біз подкастинг өзі кішкене ғана енден дамып келе жатыр да. Кішкене спрос бар, сол спростың өзінен бір пайда көру, мен кішкене сол жағын кішкене ұнатпадым. Мүмкін сондықтан да болар, мен курсты жасап болдым да, прям ол толыққанды кәдімгі курсты, оны өткен адам 2 аптаның ішінде прям нормальный подкаст жасап шығарады. Барлығы көрсетілген, жазу, там телефон арқылы жазу, ананы бүйту, соның бәрі, и оны сатуға да болар еді, бірақ как-то мен сатуға батпадым. И осы жерде жаңағы кішкене осындай бір кішкене түсініспеушіліктер бар. То, что бір ол кісілер айтады, біз сатамыз дейді. Мен айтамын, сендер қалай сатасыңдар деймін. Мысалы да кеше келіп подкастингке немесе там очевидный сол курстағы осындай сабақ өтеміз дегенді копировать етіп, Google-ға салып сұрайтын болсаң, сенде бірінші бетте толығымен сол курстың бүкіл ақпараты тұрады да. Тек басқа тілде. Меніңше кішкене дұрыс емес те, окей, бұл жердің сол кісілердің өзімен талқылаған дұрыс деп ойлаймын, поэтому өзім ойымды жеткізіп жатқаным ғой жалпы. Сол үшін де ашық и тегін деген сияқты сондай жер. Негізі біздің бастапқы подкаст жасаудың, қазақ тілді подкаст жасаудың миссиясы қазақ аудиториясын көтеру ғой. Қандай дүние болмасын, біз негізі әрине сын керек, ол алдағы уақытта жақсы жұмыс істеуге көмектеседі ғой. Дегенмен біз бір-бірімізді қолдау керекпіз, себебі біз өте азбыз, әрқашанда бөлісу керек, және де ондай конкуренция деген нәрсе, менің ойымша, дұрыс емес. Әркімнің өзінің атмосферасы болады. Мысалы Айнаның несі подкасты бағана бүгін соңғы подкастын тыңдадым, сосын қарасам топ чартта жүр екен ол кісі. Содан кейін мен қатты риза болдым да, біздің қазақша подкасттарымыз шынымен де не болып тұр ғой, востребованный болып тұр ғой деп. Былай қарап тыңдасаңыз өте бір андай не емес, бірақ қарапайым тілмен жақсы нелер келтірілген да. Мен өзім мысалы 35 кеңес деген несі бар, және соңғысы бақыт туралы, ер кісінің бақыты туралы, мысалы жақсы. Былай қарасаңыз, мысалы біз техникалық неден қарайық та, оны қалай жасады. Мысалы әрбір ер кісіден пікірін алып бір подкастқа қосты. Былай қарасаңыз, негізі бізде сондай бір не болды, бір подкастымыз болды, коронавирусқа байланысты. Эпизод болды. Қарапайым, былай қарасаңыз қарапайым, бірақ жақсы тыңдармандарға қызық болады да, бір монолог немесе бір адаммен жүргізе бергенше. Сондықтан да осындай дүниелер көп болып жатыр да, және бұл негізі мені өте қатты қуантады, және болашақта алда мысалы жұмыс істеуге де алда бір, біз былай қарасаңыз Apple-дың тарихында қалып кеттік қой. Жалпы Apple, Google-дың тарихында ертең біздің немерелеріміз, біздің нелеріміз тыңдап отырады ғой. Соның өзі мен үшін өте қуанып отырамын да, қандай күшті ертең айта аласың деп. Сен өте бір жақсы зат айттың, то, что подкасттары қызықты қылып жасайды деп ше. Мен осындай тоже бір ой таратып жүрмін қазір, қазақша подкастерлердің, қазақша подкаст жасайтын адамдардың арасында да. Подкасттарыңызды тек қана пайдалы емес, подкасттарыңызды
қызықты қылып жазсаңыздар, содан кейін пайдалы, содан кейін тағы да сондай заттар келсе, оның алдында подкастты тыңдауға қызықтыру керек, ол қызық басталу керек, ол қызық алып жүру керек, содан кейін барып жаңағы пайдалысын беріңіздер, күлкілісін беріңіздер, немесе жылатыңыздар, бірақ ең басында ол қызықты болу керек та. Вот сол жағынан жаңағы сендердің жасаған эпизодтарың маған өте қатты ұнады. Ол жаңа магазиндегі жұмыс істейтін, көшеде жұмыс істейтін кісілермен сұхбат алып жасалған эпизодты айтып тұрсың ба сен? Иә. Өте күшті. Мен мен көңіліме тойды. Мен жаңағы аудионың сапасы, мен түсіндім, что көшеде жүріп жазылған, бір жерде магазинде жүріп жазылған, сондай. Ол жағынан ештеңкесі жоқ, өйткені ол эпизод, жаңағы сендердің шындық подкастының сол эпизоды қызықты. Действительно, сен естігің келеді, сен ана кісілерде бүйтіп ұлттық арнадағыларды бәрі дұрыс, керемет, күшті деп жатқан жоқ та. Өзінің ішінде не бар, соны айтқан, мен бизнесім білмеймін не істейтінді, ана кісі мен байқап жатқан жоқпын не болып жатқан, типа маған нормально десе. Ол действительно, бірақ мен сақтанамын деген елдерде болды ғой. Сол жағынан неше түрлі дауыстар, ал жаңағы Айнелді айтып өттік, Айнелді де сондай эпизодтар қазір соңғы кезде жасап жүр. Бір эпизодтың ішінде өсті бір қонақты шақырады, еще бір қонақтың ойына дополнительно 2 немесе 3 экспертті қосып, солардың бәрін дауысын біріктіріп эпизод шығарып жүр. Меніңше ол өте керемет зат. И сөйтіп жасалатын подкасттар болса, меніңше жақсы. Біздің жалпы менің мынандай тағы бір теориям бар. Бізде айтады, тыңдарман аз, бізде тыңдамайды, подкаст деген ешкім білмейді деп. Менің ойым қайтадан соған келеді. Сіз жасаңыз қызықты подкаст, что адамдар ананы оқыған кезде, оның сипаттамасын оқыған кезде, немесе біреуден естіген кезде, прям соны тыңдамай қоя алмайтындай қылып жасаңыз, Біздің есімізде, допустим, хайповать етті осы. Әрдайым біреу бізде хайповать етеді, сол хайповый видеосын бәріміз деп отырып көреміз ғой, тот же самый, допустим, Байзакова болсын, немесе жаңағы сайлау кезіндегі ақпараттар болсын. Неше түрлі. Оның қазір алып қарасақ, біз қазір уже уақыт өтті, и біз қазір қарасақ, біз түсінеміз да, оның бәрі бір құбылыстарға байланысты, хайпқа байланысты бір заттар болғанда, Арбаттағы 2-3 адамды қамап қойып жасаған, одан кейінгі болған заттардың бәрі соған байланысты болған, біз қазір алыстан байқай аламыз, И ол жерде ең байқайтын жері, то, что ол оқиғалар қызықты болып жасаған, біздің аудиторияны еліктірген, олардың сол YouTubeқа бөліп жүрген уақытының бірталай уақытын сол неге бөлген. Вот сондай қызықты қылып жасау керек, негізі барынша подкастты, сондай бір ойлар қалыстырып жүрмін. Это о том, что мен өзім бастаған подкастым сондай ұрамен басталды ғой, как учиться, әлемдегі ең пайдалы подкаст, бәрін тыңдаңдар, супер деген, Оказывается, пайдалы, просто жай пайдалы жасау аздық екен. Оның еще жанында қызықты деген сияқты ақпарат міндетті түрде жүру керек екен. Қалай ойлайсың? Сондай подкасттарды тыңдауын көбейту үшін осындай, есінде ма, осыдан бір 2 жыл бұрын бір сұмдық трендте тұрды ғой, YouTube'тағы конфликттер деген. Мынаумен конфликтовать етеді, мынаумен ұрысып. Сондайды қазақша немесе қазақстандық подкасттардың арасында жасап көрсе, немесе біреулер жасап. Негіз болған 1-2 эпизод, мен естігем сондай болған. Сол тыңдарман санын сөйтіп көбейту жолына қалай қарайсың? Жалпы подкасттың аудиториясы жоқ деп айтуға ауыз бармайды. Себебі біздің тыңдармандарымыздың өзі кішкентай ғана болса да, олар біз үшін аудитория. Және де менің ойымша қазір енді қазақша подкасттардың тізімі, жалпы олардың жанрлары әртүрлі ғой. Сондықтан да егер сіз айтып өтіп кеткенде, егер де ол қызықты болса, және де әр эпизод сайын күтіп отыратын болса, менің ойымша кез келген тақырыпты алуға болады. Кез келген, тек қана сол өзі форматтарына қарап, мысалы подкасттың форматының өзі әңгімелесу ғой, радиоға қарағанда сол айырмашылықта бізде еркіндік бар. Бұл жерде прям әңгіме күшті, прям күшті еді. Сөзін бөлейін, просто қосып кетейін, то, что мен подкаст формат емес. Подкаст әңгіме айту емес. Подкаст деген
ол технологияға байланысты зат. Подкастта неше түрлі формат болуы мүмкін, и әңгіме, и там ертегі, и әннің өзі подкастқа айналдыруға болады. Вот просто как бы ремарка. Все, болды. Сол негізі неге байланысты, өзінің форматына байланысты. Және де менің ойымша андай, мысалы, тяп-ляп жасайды ғой. Неше түрлі подкасттар бар ғой қазір. Мысалы, орыс тілді біраз нетесін, әртүрлі, әйтеуір аша береді. Мысалы, енді бізде ондай не жоқ қой әлі. Мысалы, Америкада әрбір ондай индустрия жоқ қой. Мысалы, Америкада әрбір редакцияның өзінің подкасты бар. Құдайға шүкір, біз жайлап соған келіп жатырмық. Мысалы, Маншүк сайтын білесіз ғой, Маншүк. Маншүк медиа. Маншүктің подкасты маған ұнайды, мысалы. Себебі мүмкін мен қыз бала болғаннан кейін ба, маған осындай ақпараттар қалай жеткізуге болады. Мысалы, маңызды, мысалы, қазір біз ойлаймыз, айтылуға болмайтын ұят нәрселер бар. Мысалы, оның бәрін қалай бестактно емес, өзінің несімен, өз бабымен қалай жеткізуге болады. Мысалы, Маншүк, шынымды айтсам, сол нәрсеге үйретеді. Маңызды нәрселерді ашып айтуға. Сол сияқты андай не болу керек та, адамға деген бір түсінікті болу керек та, және де өзіңе қызықты болу керек тақырып. Мен андай гендерлік жағынан қазір айтып жатқан шығармын, бірақ мен жалпы өз басым сондай, мысалы, ақпарат шынымен де бір нетіп отырады ғой, бір баулап алады ғой кейбір подкасттар. Мысалы, Файндюбидің подкастын мен әр уақыт сайын күтіп тыңдайтын. Арасында мен танитын спикерлер болса, себебі олар қызық жүргізетін. Менің ойымша солай қызық болатын да. Және де оның мақсатына байланысты. Мысалы, біреулер тек әшейін ақпараттандыру үшін, немесе анализ жасау үшін, а біреулер мысалы үлкен осындай андай масштабный проблемалар шешетін подкасттар бар, ағылшын тілді, мысалы, коронавирусқа байланысты неше түрлі шықты ғой сол кезде подкасттар, әртүрлі сұрақтар көтерілді, күшті спикерлер келді. Сол неге байланысты, өзінің форматына, мақсатына. Мен жаңағы айтқан ойымды бүйтіп жалғастырғым келіп тұр, то что бағанағы айтқан ютубтағы конфликттер блогерлердің арасындағы, мен әлі күнге дейін сенбеймін, что олар шынымен сөйтіп бірін бүйтіп не істеді. Меніңше оның бәрі келісілген, сондай бір сценариймен жасалған заттар, и олар былай кездесіп қалса, біріне бір қарамай өтіп кетпейді, наоборот кездесіп, деп жаңағы бір қуанғандай. Подписчигің жиналды ма деп. Да. Как бы сөйтіп бір өздерінің арасында жаңағы аудиториялар мынаның подписчигін анаған айдап, ананың подписчигін мынаған айдап, как бы сөйтіп жұмыс жасайтын сияқты. Бізде де болды бір орыс тілді екі подкасттың арасында кәдімгідей конфликт болыпты. Мен енді шынын айтса до конца аяғына дейін тыңдай алмадым. Оны 1 сағаттық, 1,5 сағаттық подкасттар, жігіттер отырып әңгіме айтады. Мен мынаны былай ойлаймын, мен мынаны былай ойлаймын деп, окей, хорошо деп. Мен енді аяғына дейін тыңдай алмадым. Бірақ бұл жерде момент мынандай. Мен ана подкастыңда, мына подкастыңда бір эпизодын тыңдап бастадым, ортасына дейін тыңдап шықтым. Демек, сондай бір конфликттер бәрібір. И бұл жерде әлі қызық жері сол, что түсініксіз, ол қолдан жасалған зат болды ма? Жоқ, ол шынымен сондай конфликтке айналды ма? Ол жерде түсініксіз. Поэтому жалпы бұндай заттар жұмыс істейді. Это рабочий вариант, жалпы айтады. Рабочий вариант, и мысалы, қалаулымды подкаст қылып шығаратын болса. Енді айтпақшы едім осыны сізге. Қосылайық па, подкастын шығарса қалай болады екен деп, енді айтпақшы едім. Да. Қалаулымды подкаст қылып шығаратын болса, тәте, апа, аға, таксист, бәрі тыңдап, үйреніп, подкаст деген не екенін үйреніп, біліп, там уведомлениесін қосып қойып, тыңдап, меніңше прям өте қызық зат болады сияқты. Телеграмды сөйтіп үйренді ғой, 42.500 деп. Телеграм қазір кәдімгідей өсіп қалды. Сол үшін жалпы бізге бір кішкене былай орысша айтқанда да нужно подкастерлер, қазақша подкастерлерге кішкене надо расслабиться. И жаңағы бір снобистки біз тек қана пайдалы, осындай дұрыс зат дегеннің кішкене бір адами өмірге бір бет бұру деген сияқты. Мен қазір күшті бір микрофон заказ бердім Алиэкспресстен. Бұйырса сол келсе, жалпы көшеде жұмыс істеп жүрген адамдармен сөйлесіп
жалпы солардың өмірі, жұмысы туралы жасағым келеді да. Мысалы, алдында бір жұмыстармен осы Астанадағы ескі вокзалға бардым. И ескі вокзалдың алдынан шығып, сол алдындағы қарама-қарсы көшемен тік жүрсең, бір сол жағында бір әдемі самса бар екен да, самсаны сататын жер. И ана самсаның ішіне кірсең, сен Алматыға кірген сияқты боласың да. Тура Алматыдағы, сөйтсек, ана кісі сол жақта да жұмыс істеген, и Шымкентте де жұмыс істеген, сондай самса сататын жер. И ана жерге кіріп отырып, біз жолдасымыз екеуміз отырып алып, сол жерде чай іштік, ана кісімен әңгіме айттық, анау-мынау. И мен как будто бір 5-15 минутқа Алматыға барып келгендей болдым да ана жерде. И маған действительно қызық болды. Мен сөйлесіп отырып, ана кісіден сұрадым, сіз қай жақтансыз, қалай келдіңіз бұл жұмысқа, балаларыңыз бар ма, анау. И ана кісінің әңгімесін подкаст қылып шығарса, действительно вот қазақстандықтардың қарапайым өмірін, қарапайым күнде немен өмір сүріп жүр, соны көрсететін сияқты. Ол кісінің өмірінде Инстаграм жай ғана, Инстаграм жоқ та шығар мүмкін да, там подкаст деген вообще ол кісі шатағы жоқ да, телевизор көретін шығар мүмкін да. Ол кісі мен айтқым келіп тұрған бөлек бір басқа бір бізге әрі түсініксіздеу болып кеткен қазіргі таңда, сондай бір өмір сүріп жүрген сияқты ол кісі. Или мысалы мен прям күшті арманым бар жасауға, кәдімгі қазір осы кеше ғана бір жаңалықтар шықты ғой, 300 мың үшін қой бақпайтын адамдар қой бақпайды деген сияқты. Қазір қой бағып жүрген адамдар бар ғой, мысалы, сол кісілердің өмірін көрсетсе. Или солтүстік Қазақстандағы бір ауылдарды көрсетіп, қазір Ринат Ташкенбаев та көрсетіп жүр, суреттерін Тенгриньюсқа шығарып жүр да. Прям супер фоторепортаж. Жай кішкентай ғана, ешкім ешқашан естімеген бір ауылды барып, соның ішіндегі адамдардың әңгімесін, сол жердегі әлі күнге дейін тұрған Лениннің статуяларын көрсетеді. Мынау больницасы, мынау мысалы мектебі деген сияқты. Кім танисыз ба, Әйгерім Бегімбет деген журналист бар ғой Шымкент қаласында. Әрине. Ол солай фоторепортаж жасайды ғой, өте күшті нелері, жұмыстары барлығы. Анау выставкасында шығарған еді ғой, әртүрлі. Енді күшті, прям жақсы зашло сол несі, сол жобасы. Вообще, мынандай екі ой келіп тұр қазір. Біріншісі, то, что әр фоторепортерға подкаст бастау керек сияқты негізі. Әр суреті туралы айтып беретін болса, қалай барғанын, қалай түсіргенін, неге именно осы суретті таңдады? Мен всегда ойлаймын, он бір сурет түсіргенде ол случайно түсірмейді, ол бір сурет где-то 10 рет түсіреді да, 15 рет может, 5 рет минимум түсіреді. Неге именно осыны таңдады? Мүмкін ол жерде былай тұрды, ана жақта былай тұрды, так кішкене бір таңдау жасайды, сол туралы, қалай үйренгені туралы жасайтын фоторепортерларға негізі жалпы подкаст бастаған прям вообще күшті кетеді деп ойлаймын. И сосын екінші ой келді, алдында тоже бір сторителлинг туралы бір кітап оқып аттым да. Ананы оқып атырмын, миым басқа затты ойлап жатыр да, и мен мынандай ой келді. Видео мен подкаст салыстырған кезде, видео, кітап и подкаст салыстырса, подкаст пен кітаптың ұқсастығы көбірек екен, чем подкасттың видеомен. Хотя анау медиа, как бы ішінде аудио бар, ана жақта да аудио бар дегенмен де подкаст все-таки кітапқа көбірек ұқсайды екен. Сондай бір странный байланыс шықты маған, действительно. Потому что сенің көзің, сенің воображениең ана видеомен шектеліп тұрған жоқ. Мысалы, қазір осы стримді, мен осы стримді подкаст түріне айналдырып саламын ғой, сол кісілер сенің суретіңді көрмесе, менің суретімді көрмесе, елестетіп көрсін, примерно, сен қандай қызсың, қай жерде отырсың, мүмкін сен бір замоктың ішінде, мүмкін сен үлкен бір әдемі креслода отырған шығарсың да. Ол кісінің елестету шек жоқ та ешқандай. Сол жағынан кітап пен подкаст ұқсастау, чем киномен қарағанда. Сондай бір странный байланыс бар екен. Так что сондай заттарды ескеру керек. Вообще, негізі сторителлинг алдында кім жасады? Қай мекеме жасады? Сторителлинг, интерньюс жасады ғой деймін да, сторителлинг туралы курс. Интерньюс жасады. Сол курсты алдында еще ол кісілерді ашық кәдімгі алып салып қойды. Сол кісілермен негізі курстарын өтіп көру керек. Қандай айтты екен, не айтты екен деп мен де шақырған, что-то бір сабағын жасауға мен что-то уақытым болмады и ұмытып кеттім жалпы, есімнен шығып кетті. Сол үшін қатысамын, негізі көру керек. Жалпы мен пікір білдірейінші, жалпы айтып өттіңіз ғой бағана, осындай атышулы подкаст жасау керек, қалау
сондай Жасаса да қалай ұрыс болады. керіс болып, иә, сондай бір желтая пресса болып. Негізі біз бәріміз мойындайық, иә, негізі бір қазақ тілді оқырмандар, тыңдармандардың барлығына жеңіл информация қабылдау оңай. Да. Және жеңіл информацияны, олар тек жеңіл информацияны ғана қабылдағысы келеді. Мысалы, біздің команда шындық, біз басынан білетінбіз. Біздің мысалы подкастымыз ондай сразу көп тыңдарман болмайды, себебі бізде мотивированный аудитория аз. Неге? Себебі факт-чекинг туралы халық әлі білмейді. Осы коронавирус болып, әйтеуір кішкене халықтың көзі ашылды ғой, себебі неше түрлі опровержение берілді, неше түрлі үкім қойылды, және де фейктар көп тарады ғой, сол кезде факт-чекингтің не екенін білді. Ал мысалы, егер де коронавирус болмаса, не болмаса, біз қалай не жүргізетін еді, қалай болатын еді, себебі біздің подкаст өзіміздің журналистердің аудиториясына ғана негізделіп қалатын еді. Ал негізі біздің мақсат бұл барлық адамдарға қарапайым тілмен жеткізу болды. Сондықтан да біз мойындау керекпіз, халық бәрібір жеңіл нәрсені жақсырақ қабылдайды. Мысалы, ауыр нәрсе айтатын болса, мысалы, сторителлинг туралы сіз подкаст шығарсаңыз, да, сторителлинг ол барлық журналистер қатысады, барлық мысалы медиа мамандар қатысады, ал қарапайым мысалы мен Шымкенттегі мамам тыңдамайды сторителлинг туралы шын керек. Сол секілді бізге үйрену керек негізі. Қабылдап, осындай ауқымды ақпаратты қабылдап үйрену керек. Бұл жерде мынандай бір ой келіп тұр маған. Егер сенің подкастың, допустим, да, жалпы мен просто гипотетически бір адамға айтып жатырмын, иә. Егер сенің подкастың тыңдарманды бірдеңкеге үйретіп, былай өмір сүрген дұрыс, былай жасаған дұрыс, былай жасаған бұрыс деп айтатын болса, ол бір ата-аналық образдан сөйлеп тұрған сияқты да. Ал тыңдарман өзіне дос, құрбы іздейтін сияқты подкасттың ішінен, да, өзімен бірге күлетін, өзімен қалжыңдайтын, соны түсінетін, сондай жаққа бет бұру керек сияқты жалпы. Иә, бұл өте прям құнды ақпарат болып тұр мен өзіме қазір. Шынымен ғой негізі. Мысалы, неше түрлі сайттар бар, иә, атын атап айтпай қой солайын, олардың оқырмандары өте көп. Соған орай, мысалы, реклама алады әртүрлі. Және де одан бір табыс көзі болады. Бірақ ол жерде берілген ақпараттар ондай бір маңызды, бір өзінің әкеп тұрған бір пайдасы болмаса, не үшін керек? Жоқ, мен жеке ойым өзі сондай, да. Егер де бір сен пайдаң тимесе, бір нәрсе жасаған кезде, мысалы, кез келген затты жасасаң да, кішкене болсын пайдасы тимесе, одан результат алмасаң, бұл жерде мынандай ғой, мен бір рет сондай бір біздің көзқарасымызша жеңіл-желпі деген сайт немесе видео жасап жүрген жігіттермен, қыздармен сөйлескенде, ол жерде бір аргумент айтылды мынандай, то что біздің пайдамыз дейді, ана напряженный жұмыс істеп келген, шаршап келген, вообще жалпы шаршап жүрген адамдарға демалыс сыйлаймыз дейді да, біздің пайдамыз дейді сондай. Біз оларды өзі шаршап жүрген адамды одан бетер шаршатпаймыз дейді. Біз оған демалыс сыйлаймыз. Біздің пайдамыз сода дейді. Вот то есть мен бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, әр адам бір зат жасаса, ол ар жағынан әрине өзіне ақшалай немесе қандай да болсын бір пайда көріп тұр. Иә, бұл жерде қызық болады, егер сол адаммен келісіп, интервьюге шақырып, сол кісіден сұраса, не үшін жасап жүрсің сен мынаны деп сұрайтын болсақ, вот қызық подкаст шығатын сияқты осындайдан, да? Сізге жақсы идея негізі өте көп. Мен қазір анам как учиться маған жасап бастап көмектескен Николай Колесников, Макс деген жігіттермен қайттан қосылып қолға алып жатырмыз. И неше түрлі подкаст ойлап тауып жатырмыз. Күніне өтірік айтпасам бір 5 подкасттың идеясы келеді да, мысалы. Әлі мысалы, иә, сенен сұрақ көрейінші, осындай кәдімгі стримнің бір несі болып кетті уже, традициясы былай айтқанда, иә. Сен ыдыс-аяқ жуу туралы подкаст тыңдар ма едің? Ондай подкаст болды ғой. Ыдыс-аяқ жуу туралы ма? Қандай? Жоқ, ыдыс-аяқ жуу туралы емес, қарлығаш подкасты. Андай келіншектерге арналған подкаст. Идеясы вообще прям бомбичный, себебі осы быттағы экологияға зиян тигізбес үшін қыз келіншектерге үйрететін подкаст болды. Мысалы, қалай сортировать ету керек, қалай нету керек, шын керек кухняда қыз келіншектер жүреді ғой. Соған негізделген күшті подкаст шыққан. Не надо, вот сексизм не надо. Вот мен үйде нормально сияқты жуам, и
мен айтқым келіп тұр, маған ұнайды ыдыс-аяқ жуу, и мен ойлаймын, әр адамның өзінің бір тәсілі бар, өзінің бір рутинасы бар, өзінің бір приемдары бар. Ыдыс-аяқ жуғанда мен былай жуамын, мен былай жуамын. Просто сол туралы қысқа бір әдемі подкаст жасауға болатын сияқты. Білмеймін, маған просто сондай қызық. Мен бұл жерде жаңағы экология туралы айтып жатқан жоқпын. Чисто таза тек қана ыдыс-аяқ жуу туралы, типа ең бірінші рет сен ыдыс-аяқ жуу қашан есіңде деген сияқты, түсінесің ба? Сондай узкоспециализированный подкаст, ыдыс-аяқ жуу туралы ғана сөйлесеміз, болды. Бұл жерде тек қана сыңғырлаған ыдыс-аяқтар деген сияқты. Қазаның дауыстарын шығарып па? Иә. Бұның идеясы неден келді ғой? Ана осознанный отец деген подкаст бар ғой. Сол подкасттың жазу идеясы содан келді да. Мен бір жаңағы танысыммен сөйлесіп жаттым, Колямен. Сөйлесіп жатсам, ар жағында сықырлаған ыдыстың дыбысы естілді да. И мен сұрайын, Коля, что ты делаешь деп? Сөйтсем, я мою посуду дейді да. А мен ол кезде сондай көзқараста болғам, что посуда ол деген, короче, әйелдердің жұмысы деген сияқты. Сондай өзің бірақ технично жуып жүресің, бірақ мойындамайсың да. И сосын жаңағы подкасттың ішінде соны мен как бы обыграл да, обратно. Жаңа подкаст жазып жатқан кезде, типа, ыдыс-аяқтың дыбысы кетеді, и мен Колядан сұраймын, Коля, ты что, моешь посуду? Деп жаңағындай ше. Ол айтады, да, и мен одан сұраймын, зачем деймін, и сосын Коляның жауабы прям идеальный да, айтады, потому что посуда грязная дейді да, и сен арға әңгімең жоқ, потому что ол жерде кәдімгі таза 100% кристалды логика тұр да ол жерде, потому что посуда грязная дейді. И сол кетті, и сол әңгімеден кейін маған сондай бір күшті бір желанием бар. Бір жағынан оны орындағым да келмейді, потому что маған ұнайды ол идея, сосын жасасам, бүйтсем, сен ол ойды орындап тастаған соң сенде ондай әдемі бір ой болмайды да. Вот, так что сондай ой бар. Егер сендердің редакцияларың бірдеңе қосыламыз деп жатса, мен прям от души жасауға болады. Жалпы мынандай ғой, қандай тақырыптағы немесе қандай стильдегі форматтағы подкасттар сен тыңдар едің, егер қазақ тілінде подкастерлер жасаса, сондай подкаст? Енді дәл қазір мен қазір балалар психологиясында магистратурада оқимын. Мысалы, маған қазақ тілді психология туралы подкасттар болса, жалпы осындай менде де идеялар болды, жүргізіп көрсем, нет көрсем, себебі мен мамандарды танимын ғой қазір, сол салада, сол неде жүргеннен кейін сондай ой болды да. Бірақ бұл өте қатты серьезный жанр, себебі бұны кез келген адам былай жасай салмайды. Бұл психология, ол наука, біз бәріміз білеміз, сондықтан да бұл былай үйреніп алып, мысалы лайфстайл секілді жүргізе алмайсың да, сондықтан да бұған бір үлкен бір жауапкершілікпен келу керек. Енді сол тұрғыда мысалы бізде, мен өзім жеке сабағымда проблема көп туындайды да, біз мысалы орыс тобымен бірге оқимыз. Неге? Себебі қазақ тілді мамандар жоқ, қазақ тілді кітап жоқ, қазақ тілді методика жоқ. Барлығын орыс тілден немесе ағылшын тілінен аударады. Бұл айналып келе біз қазақ тілдің психологияда, онда қазақ тілді психология қатты актуальны болмаған ма, енді білмеймін ғой. Сол неде жүргеннен кейін мен қатты прям ішім ашитын, шыным керек. Әсіресе біз орыс тобымен, бізге мұғалім орысша түсіндіріп жатқан кезде мен кәдімгі шынымен де қаным қайнап кететін. Неге бұл орысша түсіндіріп жатыр? Бұл қазақша ғой. Шынымен атпен жауап баратқан қазақ қыз оянам. Әр сабақ сайын ғой, әр апта сайын. Понимай, егер де бір-екі рет болса, не дейсің енді, білім алғаннан кейін, білім беруші болғаннан кейін сен ештеңе демейсің ғой, оның берген ақпараты, енді Құдайға шүкір мен түсінемін орыс тілін. Сондықтан да бәрін үндемей, өзің ішіңнен шайнап сөйтіп қабылдайсың ғой, жалпы сол нәрсені мен тыңдайтын едім. Егер де қазақ тілді сондай кез келген жарайды, мысалы подкаст болмасын, басқа да блог болсын, немесе сондай научный сайт болсын. Мысалы мен андай қанша материалдар оқыдым. Мысалы, әртүрлі блогерлар жазады ғой, психолог, коуч деген, оның бәрі өтірік. Егер де ғылыми түрде сен өзің экспериментмен, өзің методикаң жүргізіп болғаннан кейін сен материал жазатын болсаң, мысалы қанша адамға осындай болды, осындай неден, осынша процент мынандай болды, осынша процент агрессивті не көрсетті деген нәрсе болса, оны не таласы, мүмкін мен уже ғылыми түрде зерттегеннен кейін ба, қарапайым мысалы мақалаларда ондай бір психология ретінде мен қабылдамаушы едім. Енді мен сол салада жүргеннен кейін шығар мүмкін.
жалпы сондай дүниелер керек. Ол бірінші. Екінші, мен бәрібір бірінші бағана айтқан ойымнан таймаймын. Бізге ауқымды, осындай смысловой нагрузкасы ауыр, жеңіл емес, сондай ақпаратты қабылдап үйрену керек. Себебі ол жағынан мен ешқандай әңгіме айтпаймын, үйрену керек, көру керек. Ол жағынан вообще әңгімем жоқ. Себебі егерде терең зерттейтін болсаң, ашатын, айтатын, бөлісетін дүние өте көп. Мысалы, менің жолдасым, оған әртүрлі заттар көрген, тыңдаған ұнайды. Ол әрқашанда бір ізденісте жүреді. Мысалы, мен соған қараймын да, мүмкін мен жолдасыма әсер еткен шығар. Әрқашанда іздену керек. Әрқашанда өзің IQ-іңді, енді жоғарылату емес, IQ-ның пайда болуына сен себепкер болу керексің. IQ қайдан пайда болады? IQ бірінші сенің танымың, сенің ойлауың, сенің қабылдауың, осындай функциялар жұмыс істесе, IQ пайда болады. Егер де сен IQ-ың пайда болып, IQ-мен бірге жұмыс істейтін болсаң, яғни онда тест шығару емес, бұл жерде тек самореализация. Яғни, мысалы, қазір не ашып қойды ғой, Coursera деген не бар ғой? Курстарды қазір онлайн қойып, күшті мүмкіндік қой. Сондай дүниелерді біз үйреніп, сондай дүниелермен бөлісу керек. Мысалы, ондай подкасттар бар бізде қазақ тілді. Бірақ көп емес, подкаст емес, эпизодтарда кездестіресің ондай ақпараттарды. Жалпы Coursera деген өте керемет зат. Мен саған айтайын, Courseraға ұқсайтын бізде бір сервис бар. Қазір Open University ма, сондай бір сайт бар. И сол жерде өте пайдалы, қызықты курстар бар. Қазақ тілінде прям. Open University, мен сілтемесі есімде жоқ қазір. Мен қарап жүрейін. Open University, мұнда ағылшынша бар екен. Қазір. Қазақша да бар. Open University KZ деген бар. Сондай, в общем, жалпы ашық университет деген бар Қазақстанда да. Вот, и ол жерде кәдімгі Courseraға ұқсатып жасаған OpenU, кажется, OpenU KZ, кажется. OpenU, OpenU.KZ. И бұл жерде ақпарат көп, и қызықты ақпарат жалпы. Күшті. Ондай бар дегенім ғой жалпы. Вот, еще и TED-тің несін бөлек жасап қойыпты. Бірталай, ішінде ақпарат көп, ақпарат та көп, курстар да көп, вебинар, анау-мынау, бірталай зат жасайды ол кісілер. И егер ыңғай келіп жатса, өтуге де болады, салуға да болады. Бұл жерде мынандай ғой, әңгіме, бұл стрим подкастинг туралы, сол үшін менде мынандай ой бар. Мысалы, сендердің профессорларың, немесе оқытушыларың, өздерінің жеке подкасттарын жүргізсе. Мен негізгі основной идеям мынандай, тағы бір идеям мынандай, ол әр адамның өзінің жеке подкасты болу керек, и ол жерде сол адамның айналасындағы болып жатқан заттар, сол кісінің өмірінде ол жұмысына байланысты ма, жалпы оның өзінің жекесі болу керек. Ол өзі біледі қай форматта жасайды, интервью ала ма біреуден, немесе жаңағы просто бір судың дыбысын жаза ма, бір проблеманың шешімін айта ма. Сондай жеке подкасттар жаңағы мұғалімдерде болса, студенттері тыңдай алатын еді. Ол кісі мысалы бір тақырыпты 5 рет, 20 рет қайталап айта бергенше айтар еді, менің подкастымның мынандай эпизодын тыңдаңдар, сол жерде бәрін түсіндіріп айтқам дейді. Немесе ізденімпаз студенттер сабақ басталмай жатып, ертерек тауып алып, мүмкін сол кісінің подкастын тыңдап шығып, бірталай материалды біліп қалар ма еді. Или даже жалпы өзінің студенттермен жақындасуға да бірталай пайдалы зат сияқты меніңше. Кім бар ғой, Талшын университеттің кәдімгі несі ғой, мұғалімі ғой, и мен ойлаймын, оның студенттеріне өте күшті, и прям қызық болып көрінеді деп ше, сондай мұғалімі, сондай ашық, прогрессивный адам екені. Бұл нәрсе норма негізі. Мысалы, әртүрлі қазір мұғалімдерде де өзіне, мысалы, мен университетке оқимын ғой, мұғалімдер өздеріне көп шектеу қояды. Студенттермен байланысқа түсу өте қиын. Мысалы, біз психологияда оқимыз да, бұл вообще бізде барьер болмау керек қой мұғалім мен студент арасында.
мысалы көп мұғалімдер былай ашылмайды. Студенттермен бірге жұмыс істеген кезде біз студент пен мұғалім арасындағы шекара болып қалады. Бұл шекараны бұзып, егер де сондай бір байланысқа түсетін болса, егер де оған еще подкасты немесе блогы болатын болса, ол тіпті андай күшті болады да, ол сабақ барысында мысалы соны талқылайды. Жастардан да мысалы жастардан қазір не үшін бәрі жастар жұмыс қалады, иә, былай қарапайыммен айтсақ та, себебі жастарда олар басқаша ойлайды, олар басқаша жаңа идеялар береді. Сондықтан да осы тұрғыдан мен сіздің сөзіңізбен толықтай келісемін. Мысалы менде неше түрлі күшті мұғалімдер бар, мамандар бар. Мысалы солармен неге жасамасқа, шынымен де пайдалы нететіндей. Мүмкін бөліскісі келмейтін шығар, мүмкін бұл ақылы ақпарат шығар, иә. Жалпы идея күшті. Иә, бір идея айтып тұрмын ғой, идея көп. Бұл жерде жаңағы мен сіз жазып алсаңызшы қазір. Бұның бәрі как его эфир жазылып тұрады ғой. Бұл жерде мынандай ғой, мен байқаймын, что мен қазір толығымен кәсіби подкастер деп өзімді танып, осымен ғана айналысқан соң мен күнде тек қана подкастингті зерттеймін да. И мен тереңдеп кеткем осы темаға ше. Тереңдеп кеткенім соншалықты, когда бір адамдар бір жерде қателесіп, бір затты дұрыс айтпай жатса, мен өзім қазір байқап жүрмін, бірақ осыған дейін бір агрессивный реакция береді екен да, ана кісілердің, меніңше оңай затты түсіне алмағаны, мен такой, РСС дегенді до сих пор білмейсіңдер ма, сендер подкасттар бар ғой, или там осындай болу мүмкін, типа YouTube ол подкаст емес деген затшы, мен басында бірталай каналдарға жазып жүрдім. YouTube ол подкаст емес, бірнеке ол мынандай зат, ол әңгіме емес деген сияқты. Сосын бір екеуінің жекесіне шығып айтып көрдім. YouTube ол подкаст емес, подкаст деген мынандай деп, я. Қазір успокоился, все, мен қазір оны отпустил, потому что адамдар түсіне алмауы мүмкін, и мен жаңа подкастинг туралы зерттеп, осы ақпаратты енді әдемілеп, жеткізіп, өстіп, идеялармен бөлісіп деген сияқты сөйтіп, қана таратып отыру керек екен, оказывается. Негізі офлайн кездесу жасап, алдында айтқан едіңіз ғой, не болуы мүмкін деп. Иә, сіз форум секілді сондай. Не жоқ, онлайн емес, қазір бәрі онлайн, қызық емес. Офлайн, мысалы, көп адам емес, мысалы, подкастерлерді ғана жинап бар ғой, 10, максимум 15 шақты бар ғой. Сондай брейншторминг жасайтын болса, мысалы, әр апта сайын демек та, әр ай сайын да демек, бір екі айда бір рет солай жасап тұрса. Даже бар ғой, мен саған айтайын, даже брейншторм жасамай қойсын, просто бір алаңдыма, типа тимбилдинг деген сияқты ше, адамдар, подкастерлер танысып, араласып, бір ойнап, немесе бір затты бірге жасап деген сияқты, бір сондай бір-екі күндік па, немесе там боровойға алып кетіп па, немесе там Алматының бір шетіне да выездной бір поход жасап па, сондай жасаса, подкастерлердің арасында өте бір жақсы байланыс орнатылатын сияқты. Иә, как бы мен атсалысуға бұндай затқа әрине дайынмын әрдайым. Бұл жерде мынандай ғой, тағы да жаңағы, мен неге прям подкастингті RSS деген зат түсіндіріп прям не істеймін, сен маған айттың блог жүргізсе деп, мен байқаймын, сен блог деген не екенін дұрыс түсінеді екенсің. Бұл өте күшті зат. И бұл қазір өте сирек кездесетін нәрсе, когда адам блогтың не екенін дұрыс түсінеді. Өйткені осыдан бір 5 жыл бұрын, ана неде, Егов деген сайтта блогтар ашылды, чиновниктердің блогтары. Былай қарап қарасақ, ол блог емес, ол кәдімгі просто сұрақ-жауап сервисі жалпы, И сондай заттар пайда болған соң, Facebook'ты блог деді, Instagram'ды блогер деді, оның бәрі ол блог емес қой, былай шынын алып қарағанда, ол кәдімгі социальный сеттегі сенің бір профилің. Сол үшін қазір біз өстіп подкастингпен жалпы айналысып жатқан кезде, өстіп басында агрессивный болып та, жалпы подкастинг деген технологияны, осы түсінікті қорғап алып шығу керек, чтоб адамдар ертең шатастырмайтындай, YouTube-пен жаңағы подкасттың айырмашылығын бәрін біліп тұратындай да. Потому что ертең қазір біз бәріміз, подкаст деген ол әңгіме айту екен деп қалсақ, ертең новый подкаст шыққан кезде адамдар қабылдамауы мүмкін, бұл подкаст емес, мынау бір сериал ғой, мынау радио ғой деп ше. Ол өйткені олардың миына жазылып қалады, что подкаст ол микрофон, камера түсіріп тұр, осы жай ха-ха-хи-хи әңгіме деп. Осындай былай айтқанда, дискредитацияның болуына
тосқауыл қою ма, қалай айтады сонда. Мен енді бар қазақшамды салып жатырмын. Жалпы негізі өте орынды сұрақ көтердіңіз. Негізі сын айту ол норма. Яғни егер де сен мысалы подкаст жүргізген кезде егер де сен осыны ескерту айтсаң, оны біз жақсы қарау керекпіз. Біз деген қазақтың психологиясы оған әлі үйренбеген ғой негізі. Мысалы менде подкаст жүргізген кезде көп сын айтылды. Не грамматика жағынан, мысалы сұрақ қою жағынан. Мен оны норма ретінде қарадым, себебі ол ары қарай сен дамуыңа жақсы үлесін қосады. Бізде проблема негізгі проблема сол нәрсені дұрыс жасап, агрессивно қабылдамаңыз. Ол негізі норма. Бұл жерде сізде Диана да жазып жатыр. Ильдар дейді, прости всех, что они YouTube интервью считают подкастами, дейді. Хорошо, деп. Отпускаю. Хорошо, да. Сол секілді да, ол агрессивті бір не емес, ол жан ашу. Яғни біз қазақ аудиториясына жан ашқаннан кейін сондай болады. Жалпы сізде дәл қазір енді мынандай не болып жатыр, сізде сондай енді ренж қалмаңыз деген ба? Жоқ, мен ашқым. Сіз қазір жасап жатқан нәрсеңізге сізде фанатизм болып жатыр. Ну да, наверное, да. Ал фанатизмнің соңы эмоциональное выгоранияға алып келуі мүмкін кейбір зерттеулер бойынша. Мен өзім қол салмайын ба, нормально, ол жағын ондай ерекше жоқ па? Бұл жерде мынандай ғой, егер қазір бір тыңдармандар елдар осындай болып бара жатыр екен деп ойласа, достар, бәрі дұрыс. Мен психологпен жұмыс жасаймын. Аптасына 2 аптада бір рет кездесіп біз сөйлесеміз, поэтому бәрі дұрыс. Ол жағынан рахмет. Ол өте пайдалы зат екен. Жалпы мен білмедім сен қандай білім алатыныңды, осындай білім алып жатқан маған өте қуантты. Демек сен психологиялық тұрғыдан дұрыс жолда кетіп бара жатыр деген ойдамын. Мен жалпы әлі оқып жатырмын өзім. Енді диплом менде болғаннан кейін мен өзім психолог деп айтуға аузым бармайды. Хорошо, значит, фанатизм туралы аргументіңді пока қоя тұрамыз. Пока инсайт деп қабылдаңыз оны. Окей, қазір стримнен кейін кішкене сөйлесейік осындай. Жалпы смотри, мен всегда өстеймін, интервьюге 1 сағат аламын, сосын 1 сағат өткен соң қонағым айтам. Біздің 1 сағатымыз өтті. Егер сіздің тағы уақытыңыз болса, жалғастырайық. Егер уақытыңыз болмаса, осымен тамамдайық. Маған, в принципе, нормально. Сізге осындай әңгіме. 1 сағат, біз 1 сағат, прям өте тез өттік. Жоқ, негізі 1 сағат жетеді. Мен өзім сондай адаммын. Ұзақ болатын дүниелерді қабылдау, ұзақ сөйлеу өзіме дейін қатты ұнамайды. Сондықтан да біздің подкаст, бірақ мойындаймын, ең ұзақ подкаст 40 минут подкаст болды. Ол ниш мектебінің директорымен болды. Ол подкасты мен 2 апта редакциялағам. 2 апта редакциядан өтіп жүрді, анау кісіге беріп, ол утверждать етіп, білесіз ғой, мемлекеттік нелерді қалай жүргізіледі, мекемелердің жұмыскерлерімен подкаст жазылғаннан кейін осындай не болды да, ұзақ болды. 2 подкаст бөлмекші едік, рұқсат берген жоқ олай. Сол үшін ең ұзақ болды, бірақ күшті ішінде ақпараттар өте көп болды. Дегенмен сол подкастшын мен прям жыным шығатын, 45 минут болды. Мен подкастты 20 минут көлемінде бәрін сыйдыруға тырысатынмын. 20-15 минут. Ол өте күшті бенчмарк, былай айтқанда да, өзің үшін. Но подкаст деген еркін сондай зат қой. Соның үшін қанша уақыт керек саған ана подкасттың идеясын жеткізу үшін сонша уақыт бөліп жасау керек. Поэтому енді мен не ғой, ғылыми түрде дәлелденгеннен кейін соған негізделе отырып жасап жатырмын ғой енді подкасттың тыңдармандарына ыңғайлы болу үшін. Окей, күшті, хорошо. Смотрите, ақпарат мынандай. Біріншіден барамыз да шындық подкасты тыңдаймыз. Бәріміз. Шындық подкасты тыңдап қана қоймаймыз. Шындық подкасты барып чаттарда, Инстаграм, Фейсбукқа пікір қалдырамыз. Ұнаса да, ұнамаса да. Айтыңыздар, ол кісілер ашық. Біз ашықпыз әрқашанда. Екінші, егер сіз подкаст бастауды ойлап жүрсеңіз, podcaster.kz сайтынан ақпарат табасыз. Сол жерде тегін ашық курс бар. Ол екінші. Үшінші, ендігі апта сағат 6, сенбі, кешкі сағат 6, таңғы емес, кешкі сағат 6-да
Тағы да осындай стрим болады. Әсем, қосылан десең, есік ашық, әрдайым айтып жүр, как бы жаңалықтарың болып жатса, жаңа подкаст бастап жатсаңдар, новый бірдеңке ойлап тапсаңдар, немесе подкастингке байланысты, вообще любой момент келіп отырып просто жай тыңдап кетем десең де, әрдайым есік ашық. Менің есімім Ильдар Құдайбергенов, қонақта менде бүгін болған Шындық подкаст подкастының дауысы жүргізушісі Әсем Ілеспай. Әсем, өзің бір-екі ауыз сөз айтып кет, потому что тыңдайды. Құрметті тыңдармандар, достар, сіздерге көп рахмет. Біріншіден, бізді қазақ тілді аудиторияның дамуына үлес қосып, бізді қолдап, біз туралы бөлісіп, жалпы андай елемей просто мимо кетпегендеріңіз үшін рахмет, себебі бұл біз үшін маңызды, бұл біздің қазақ тіліміз, біздің ары қарай қазақ тілдің болашағы үшін біздің ұрпақтарымызға осы подкасттың жетуіне де сіздер үлес қосасыздар, сондықтан да кішкене ғана болсын, сіздер біз үшін үлкен аудиториясыздар, сондықтан да жаңа эпизодтарды тыңдаңыздар, қолдаңыздар, егер де осындай пікірлеріңіз болса, бөлісіңіздер, әрқашанда біз үшін әрбір тыңдарман біз үшін маңызды. Күшті, супер. Баршаңызға сау.